bilesizler. Ellerine destan yeter halkın sağlıkları günüyor. Endi hamyamiz birgelikte barıp ko'raylik. Musa Saidin ağamızın jagdayı, densoqliqlari qalay. Video davomida ko'raylik. Bilek çarşıları bu yerde yemek çağrımız var ya. 3 balanın anası. Bilesizler yoldan sayısı olan hem de ata anası şu. Yerde bir yeri. Bu birisi yalnız baslı ağamızın yalnız gözü yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Oo, ne kadar canlılar din soğukma. İşler soğuma ama oturma. O diyor mu olacak da? Ha? Oy 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 ağam o. Oh, bismillah. Canlılar din soğuklar yakşı mı? O ayakta ne buldu? Ha? Oy oy bana. Kımıldamayı mı ayak? Ya? Ayak kaç? Bana ayakta. Ha? Oy oy. O kara batıran adam yok mu? Ya. Ha? Kimse Ya? duran, Ne kadar? Asım rahat. Ha? Ha, ne kadar git söyledim. Ne kadar dişim? Blogger? Ne oldu? Blogger? Kim o? Ya? Şimdi ağzım. Bir de vurdu ortalasın mı? Hani ya bismillah. Ha? Orada. Abla ayak sürsün mü? Kutur. Allah. Kutur ayakta. Oy boy. Lan niye yok bakan ayağın acaba? Ha? Lan ayağın niye yok bakan? Sen gitti. Oy boy. Allah
Sayın Azerbaycan. Кім о? Azerbaycan. Ажаға қалайсың ба? Жақсы, мені таныдың ба? Tanrım. Tanып тұрсың ба? Tanrım. Болды. Söz. Астен аяқ түсір, мына жай кіттай. Аяғын созиып жат. Ой, жағдайың тым төмендеп қалыпты ғой. Tügün. Ажам, Бексай қайда? Mesela gibi. Келеді? Ağrısı gibi. Арасында кеп кетеді? Ağrısı gibi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ажам, ұсташқым. Мына әзиз құрметті классмендеріміз, көріп отырсыздар, Мырза Сайым ағамыздың жағдайы оңып тұрған жері жоқ. Осындайларды көріп, қатты бір тәсірленіп кетесің да, садағаң кетейін бұрын соңы бұндай дәрежелерге түспегеннен кейін қатты бір жүрегің елжіреп кетеді да, садағаң кетейін да. Енді әзір ахуалын көріп отырсыздар, бұл жерде де осындай ахуалдар. Қолдан келгенше бір қол көмек беріп тұрайық қане. Осы халқымыз сіздердің салып берген жайларыңыз еді. Бұл абойлар не үшін ашылып жатыр? Білесіздер, бұл абойымыздың пеноблогы мынау емес. Мынау пеноблог біздерді ызғар еді. Су шылқылдап тұрып еді, қыс айында салынды. Білесіздер, енді қазіргі уақытта абойлары ашылып не қылып жатыр. Бәршеңізге рахмет, осындай қылып қиналған шаңырақтарға қол көмегіңізді беріп, ат салысып, арпаласқан бәрше мұсылман халқым, сіздерге рахмет, Алла разы болсын. Осындай дәрежеге жеткергендеріңізге мыңда бір шүкір. Енді мына іште көрейік мінекей. Міне әзіз құрметті пациенттеріміз, бұл жерде бисмиллах деп ат жазылған. Қанша мәртебе түсіндіріп, айтып, не болып келатырмыз, бисмиллах деген бұл Алланың атыменен деген. Не басласаң да, сапарға шықсаң да, жұмыс басласаң да, басқа да іс-әрекетлерді істесең де, бисмиллах деп баслау керек. Яғни Алланың атыменен деп, жаратушы Алла. Сол айтқандай мінекей бисмиллахир-рахманир-рахим деп, Алланың атымен деп басылғанда, осы імаратымыз, үйіміз бітті. Яғни Алланың қалеуімен халқымыздың қолдап қуаттылап, сіздердің қол көмектеріңізбенен әмелге асырылды. Енді әзір көріп отырмыз мінекей, бәршесі әжайып. Мына нелерімізді істеп тұқты еді сол жалюзилеріміз. Бұл жалюзиді берген бәрше халқымызға рахмет, жалюзилерді арзанластырғандарды, яғни тегін берілген есебі болды. Мына абойды біздерге берген Артур нөмір 1-ші Тақтай базардағы Артур деген саудагердің, яғни істілерменнің берген абойлары еді. Бұл жердегі көп үлесін қосып отырған бәрше халқымызға рахмет. Мұхтар ағамызда бар еді. Білесіздер, эмаль краска, фасад шпаклевка, ішкі шпаклевка, эмаль краскасы, водомутенкасы, бұлардың бәршесіне қауендерлік еткен бәрше халқымызға рахмет. Қазір енді Мырза Сайым ағамыздың жағдайы бойынша бұндай колясканы де алып беріпті. Яғни мемлекетіміз берген шығар. Себебі және айтамыз да, баяғы бір кәсіптіға қайтамыз да, мына ешек айтпағанның бәрі ақылды деп. Ол қалай? Олар ақыл беріп отырған ақыл көйлер бұндай дәрежеге ахуалға түспегеннен кейін ақыллылық қылады. Енді іші өтпеген арты білмес деген нәрсе бар. Бұның түп тикарындағы мәнісі бұл төсек тартып, яғни төсекке мықланып, аяқ қолы істемей, паралич болып қалған, яки болмаса инсульт болып қалған, астына тішіп, сейіп, жатып көрмеген инсан, білесілер, арты білмейді оның. Не үшін? Себебі өз аяғында барып тұрып, майданға шығады, үлкен дәретіне, кіші дәретіне. Сол үшін сондай мінекей. Біз пендеміз, бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Бірақ бүгінгі күнімізге шүкірлік етіп, барымызға қанағатлық етіп, осындай жетім жесір, ғарип ғасірлерге, қаншасын айтайын. Әзірдің өзінде мінекей бір емес, бір қанша үйге бардық, мінекей бүгін 1-ші күн, 21-ші число, июльның 21-і 2026 жыл.
Осындай кемтамилленген шаңырақтар бар, жетім жесір, ғарип ғасірлер бар. Осылардың басынан сипап демеу болатұғын инсанның өзі сәл азайып барадыр. Әзіздер, дұрыс, қымбатшылық жетер жетпес, қайғы қасірет. Менің де бала шағасы бар. Дегенменен де осындайларға келіп бір хабар алып, сіздің бүгінгі хал жағдайыңыз қалай, аға, я іні, я апа, я қарындасым, я ағайыным, я туысқаным деп бір хабар алып болсаңыз, сәл бір мақсатқа муафиқ болар еді, әзіздер. Осы видеоны көріп отырған болсаңыз, сіздерден бір iltimos адамгершілігіңізді, инсанилықты, жас үлкенге құрметті, жас кішіге ізzetті жоғалтпайық, әзіздер. Бұл дүние кімдерден қалмаған, ата-бабамнан қалған. Дәлше қала береді ары қарайда. Сол үшін сіздерден бір iltimos, қолап қуатлап тұрайық. Біреулер тоңып секірсе, біреулер тойып секіреді дейді. Тоңып секіріп атаған инсанлар қаншама, тойып секіріп атағанлардың саны қаншама. Сол үшін сіздерден бір iltimos, осындай жәрдемге мұқтаж шаңырақтарға ат салысып, арпаласып, қол көмегімізді беріп отырайық, әзіздер. Көріп отырсам, әзір бүгін 2026 жылы 21 июл айы, міне әзір азанына сағат 8:30-ма 9-дан бастап шықты. Міне уже сағат 3 болды. 3 жерге, бір күннің ішінде 3 жерге келіп отырмыз. Көріп отырсыздар, мінекей. Енді бұның бәршесін не үшін айтып отырман? Құрметлі һәм құрметсіз инсанлар деп айтайын. Сөз иесін табады әлбетте. Сіздерден бір iltimos, көріп отырған болсаңыз, хал жағдайларынан хабар алып, ақшалай болсын, гуманитарный помощь болсын, азық ауқат жағынан болсын, сіздерден бір iltimosымыз, қолап қуатлап тұрайық. Бірақ бұл дүниеде мәңгі емеспіз. Сол нәрсені ұмытпайық, әзиз құрметті ықылас-ниеттілер, һәм құрметлі һәм құрметсіз инсанлар. Бәршеңізге рахмет. Енді ар жағындағы 4-ші шаңырағымыз бар баратұғын. Оған да барып хал жағдайларынан хабар аламыз. Ары қарап видеода көріп бара бересіздер. Сіздерден iltimosымыз, қолап қуатлап тұрайық. Бұл дүнияда жақсы адамнан бақ қалады, жаман адамнан дақ қалады дейді. Дақтан Құдай сақтасын, ізіңізді бақ қалсын. Тілерді дәстан етіп жүретұғындай ұрпағыңыз қалсын. Қарғыс алма, алғыс ал дейді. Қарғыстың үстіменен, алғыстың астыменен жүруді Алла несіп етсін. Бәршеңізге рахмет. Саламат болыңдар, видеодан алыстасаңдар. Мен қашан құтыламан деп. Әне қолын көтер. Көтер, ек қолды. Ана қолды да көтер. Қолды. Мына қолды, мынандай көтердің ғой, ә? Көтердің ме? Мына бұл. Мынаны көтер. Көтер. Көтермейді? Көтер. Көтер бәл. Көтер, болған емес. Мына кеудеңді көтерме. Мына ештеңе қалмаған бұл сенде. Иже қалмайды. Бұл. Қолын бұл мынандай қыл. Бұл. Түр мына қолдан. Мұстасай мұнамай. Тек қабырған қапты ғой. Қалды. Көшінде жоқ қой мұнда қара. Көші. Мен ауна қане. Ой, бана. Мынау не? Сиіп тастағансың ғой? Сиіп қойғансың ғой? Міне көрпешеге сиіп қойғансың ғой? Ой. Түсіріп атсың ба? Мынау көшен қалмаған жан басында. Сүйіп болып қалған ғой? Мынау көш жоқ қой? Тек сүйегін қалған ғой?
Var. Var. Taze giyimlerin kayakta senin. Ha? Ha, şiş mi ana? Ben silik болып жатыр ғой, сүйіп қойғансың ғой. Hani қолды әке. Ya ana қолды бер. Оң қолды. Көтерсің? Ya ama. Ya өзің көтер. Анеде бір киса не бар вино? Әперіп жіберейін бе? Ya. He? Ya. Оның үшік бір киса вино бар. Ya. Чотки көтерілер ме қолың? Ya. Ama sana halayım. Azar halay. Azar halay. Şortukların ayakta. Sütü boğan. He? Boğan. Ha alma ona. Alman bire ona. He ona. Ama Mas. Ya? Zeytini. Ne? Mas. Zeytini. Şimdi mi? Yok. Ne diyor atacağım? Masıma zeytini. Masa zeytini. Maksıma acayip gitti. Zeytini. Acayip gitti. Evet. Ne? Şimdi şortlarım var da. Bakar mı? Boladı var. Boladı var mı lan? Boğazıya. He? Boğaz. Aziz hurmatli ixlosmandlarimiz ham ko'rganlarimiz жаңағы videoda ko'rganingizdek bizlarda ya'ni menda bu yerda hech qanday ssenariy yoki bo'lmasa hech qanday жаңа bir uyushtirilgan ko'rinish yo video emas. Bu yerda өмірде қалай бар, яғни солай түсіретін адамман. Men жаңағы ayrim bir insan болады, блогерлердің арасында ayrim bir insan. Сценарий жүргізеді. Сценарийді енді білесіздер ғой, таярланады, өйтеді, бүйтеді. Менде ондай нәрсе жоқ. Мен өмірде нені көрдім, нені естім, сол нәрсені видеоға саламын. Бұл жерде жаңағыдай сценарий жүргізіп, я бірде дубляж қылып, ондай нәрсе жоқ әзіздер. Енді көріп отырғаныңыз, бұның бәршесі хақиқат. Мынау енді әзір өздеріңіздің, яғни Алланың қалауымен салып берген әміратларыңыз, мынау Зейнехан Әбдімұратова апамыздың Тақияташ районынан әперген пердесі, һәм де бұл жерде халқымыздың әперген көрпе төсеклері. Мұхтар ағамызға да рахмет, Алла разы болсын. Мынау суымыз ағып тұр міне.
көрдіңдер, Аллаға шүкір. Мінекей. Енді мына жерде мінекей өзінің тиесілі болған мал мүлкі бар. Бұл жерде барлық нәрсесі бар екен. Почти енді пайдаланбағандікі да бұл. Мінекей көрдіңдер ме? Телевизорды әкеліпті мынаның қасына. Ана телевизор қаяқта мына жақтағы? Кім інімай? Мына матас бері қарап тартып жіберейік та. Болды. Енді бұл жерде мына жердегі телевизорын не қылған бұл? Телевизорын әкетіп қалған ба, жоқ қылған. Көне телевизор әкеп берген. Яки бұзылып қалды ма, енді оны білмеймін, бірақ оны енді бір көру керек. Ана жерден екі балтақты әкепті. Көшеден тауып әкелсе де әйтеу әкелген. Әзіз құрметті ықыласмендеріміз, әзіргі уақытта Мырза Сайым ағамыздың көрінісі һәм жағдайы. Қауын қарбыз жейсен бе? Иә. Иә? Иә. Әзіз құрметті ықыласмендеріміз, неміз бар? Нан ұмытып кеттің бе? Жағдайлар қалай, денсаулықтар? Оны ажағым денсаулығы төмелеп қапты ма? Күн ыссы болды дешеді. Күн ыссы болса, аяқ қолдар тартылып, көшелер жоқ болып кетті ма? Көше жоқ болды, өәсенесін болған жоқ. Күнде массажды тұртты ғой кейді. Кім? Сен және текедей сасып тұрсың ғой? Массаж. Мені ішіп алдың ба? Іштің ба деймен? Әзірен мен Ішпе? Ішпе? Неге ішесің? киімді кім өзгертті? Мен өзгерттім. Сізді ішіп көрдің ба? Беріп қойған ана бәрі ауыстырдың жаңа. Кеңгені ауыстырдың. Қойсайшы енді ішкенін. Өліп берме. Өліп берме. Көрінбей кетті ғой, ішпейдім дейді. Енді менің де бала-шағам бар. Бала-шағаны асырауым керек. Ішкенді қой, жақсы ма? Қарасам мына ажаға. Қарап отырсың ғой, кешегі Ішмесе ажаға. бір апта адамдар неде өліп жатыр. Басқа мемлекетте адамдар 1 миллионға дейін адам өлген. Мына денсаулық, мына жайдың ыссы түнде кіргізбесің болмайды. Күндіз міне, әз мына уақыт болды ма дейсің, уақыт болмаған. Уақыт болмаққа медіге шығараман. Диванға жатқарсың ба? Ауа көтеріп. Сөйтіп, азанда 11-ден бұрын ана докторлар келеді, кіргізді. Докторлар келеді. Келіп тұрма докторлар, хабар алып тұрма? Укол-пуколларын салып бір массаж істеп не қылып ма? Істеп жатыр. Укол салып жатыр, массаж. Ауғаттан әңгіме жоқ. Осы ауқаттан әңгіме бар ма деп жатқам жоқ, құра алақан келуге болмайды бұл үй. Қарап отырсам бір Алланың үйі бұл да. Ал қашан келдің енді? Әзір келдім. Мына кейін қоясың алды. Білесің, қапайды жеп жоқ еді. Жапсып қойсам ба? Мынау не бұл? Айтсам. Ажарына қараса айнан. Қарап айтып. Текедей сасып тұрсаң да мен баяғыда айттым. Менен баса кім қарайды бұған? Ешкім. Яқшы, мен қарама деп отырғам жоқ. Қара, бірақ ішпесе енді ажарына. Күннің ысысында да, мұны да зат толғай береді де сонда. Ішпе. Уақытша да ана жерге қойыпсы, ана жерге қойыпсы, барып іше бересіз. Қойса сен сонда, күннің ысысы қарасам, салатанның ысысы 40-45 градус бар да. Бар. Бүгін 34 градус. 40 деп қоя бер. Ана градусникті іштен 45-ке барады да сонымен. Енді қойса сен да жаңа. Мына келе болмағанға. Келе болмаған мынау. Неше мәртебе айтып қақсадым, өзіңен білесің. Мен білемін. Айттым, қойды. Мен саған қатты ашуым келетін еді да. Ал, не үшін? Мұнан баққаннан кейін әсен білдім. Сен арасынан анық не қылады екенсің да. Сен сөйлесіп жүрген сен өтін, мен адамдардан еститін. Марат күйген екен, бейшара күйген екен дедім да. Мен баққаннан кейін көрдім. Марат күйген екен ол. Енді сонда мен кімдері қатеме сонда? Сенің кейінен білдім да. Енді түсініп атсам ба? Сен
әртүрлі зат істейді деп ойлайтын, жоқ. Сен рахмет күйіп, міне әзірім күйгенсің ғой. Болмаса сен кимесең болады, мысалға да. Аяймын, адам баласы ол. Болады. Мен сені де аяп отырман да, сен де осындай боласың ертең. Енді оны Құдай көрсетеді. Құдай көрсетпейді. Құдай тек пендесіне жақсылықтар ауа көреді. Жақсы. Бірақ осындай состояниеге баруыңа мына өзіңіз һәм сіздің мына миыңыз себепші болады. Бұның қолы бүкей бар кеп тұрып еді, ауырған уақытлар. Сен де кейін аламай қысатын сатағып бердім. Оны қысса аяқта барып келетін. Кейін ала мына ісіден қойып тұрдым яғни. Есі түсімейді. Кеше күн ысы болды. Дейді. Болмаса еңбекілеп шығып кетіп едім мына ашып. Мен замап бұзып қойғаным сол. Резиткені бұзып қойған сол. Ана телевизордан бұзған сол. Мына іште тағы бір телевизор жатыр. Ona бұзған. Анда де телевизор қайда? Оны да тартып бұзған ғой құлады. Оны Қой, құламайды. Өтірік айтпа өйтіп құлатқан ғой деп. Ол мынандай крепление деп тұрған нәрсе. телевизордың артындағы енді саған түсіндірейін. Мына заттарына шығып кеткен. Мен мынаны ала қояйын деп ине тықтым. Я, телевизор қаяқта соны айтса. Телевизор бір үйде тұрыпты. Неге ол жерге апарып қойсаң? Ол аға деді, маған айтты, жаңа ескерік дейді, аты еді, китайский. Сол болмаса телевизор тұрып деймін. Телевизор оңырайтын адам. Бір телевизор бер, ол бұзылды. Мына екі телевизор бер, телевизор тұрыпты. Ана телевизор қаяқта халықтың берген. Сол үйде тұрыпты. Әкеп қой ертең. Бүгін кешке әке. Оны барып көру керек. Көру керек емес. Бүгін кеште әкеп қой, ертең азында келемен, тағып көремен. Мына жерде не зат бар, бәрін орнына әкеп қой. Барлығы видеода, съемкада тұрып та жағы. Сөйлемде тұрған, сөйлемде тұрған, мына зат ішінде сынып қалған. Телевизорде де мынандай заты да сынып қалған. Тунелі. Ауа. Тунел ғой мынау. İçinde sınıp қалған, алынбады. Оны екіден бардық, қайтайық. Аға деді, бұның жаңа китайсыз артын көзгітпесі болмайды. Телевизор бетпен уақытша. Бір телевизор бет мына іште жатыр. Екінші телевизор бет мына іште. Оны жаңа затын алмаса, ол адам бейнебат еді ме? Бұл адамның Мен бейнебат кім? Бейнебат деп атаған жоқ па? Мына жерге тиесілі болған нәрсе орында тұрсын. Көрсетпей қалса да. Әкеліп қой ана жерге іліп деп отырма. Басқа ештеңе деп атаған жоқ мен. Оны әкеп қойған. Сол әкеп қой, бір ілтімасы. Бұл жердің бір қысым топырағына да алуға ешкімнің хақысы жоқ. Адам баласының хақысы жоқ. Енді Алла аламан десе ала берсін. Тоқтап мына атындағы жайға айтта. Не атындағы жай? Сен кеден жақсы болды. Ал, айта бер. Атында жай жоқ қой мына атында, есі. Мен де бар дедім бе? Сен бар дедің, қаяқта газы кім төлеп жатыр? Кімнің атында сол заттар? Мына үй төлеп жатыр газы. Бұл әйел жоқ қой, 10 күнінде. 3 күн жоқ қой, 4 күн. Енді ол жұмыста ғой, бала шағасын асырамайды ма? Я оның ата-анасы болмаса, я өмірлік жолдасы болмаса, күйеуі де қайтыс болған, ата-анасы да қайтыс болған. Үйінде болмай ма? Үйінде болса, енді әпкесінен мен 2-3 күннен мен бір келеді, не алады, бала шағаны асырау керек қой. Қаяқта болады сонда? Жұмыстың басында болған жаңа қаяқтан білеймін мен. Енді мен күнді бұл жерде мен шам жағып отыра алмаймын ғой. Менің де бала шағам бар. Сенің де біледі, тілің яман не дейді? Не? Бұл үй барайын сөйде отырмай ма жоқ болып кетеді ол? Газың жанбай жатса айт. Бір, тоғың жанбай жатыр ма? 2, суың ақпай жатыр ма? 3, бәрі ақ тұр неге ғой. жай жоқ? Кімнің? Мырзасайымның атында. Атында паспорт бар ма еді, соны айтшы маған. Мырзасайымға документті әкеп берді деген, қолына орап әкеп бердім деген адам ертеңде сөзін айнып кетті, бастығына кіргенімде. Қандай ең сол документ? Қолына орап әкеп бердім, Мырзасайымға деген адам 2 күннен кейін сөзін айнытты, мен бастыққа кіргенімде. Қайсы бастыққа кірдің? Ненің бастығына? Ненің? Кәдің мұналардың. Бастығына мен кірдім бәрін. Кім енді сотқа беріп отыруға деп тұрды. Ол берші? Сотқа. Бер. Кімнің атына көзгеріп кеткен? Ана бала 7 жылға ма соттанып кетті деген мынау. Кім о? Мына қаптарда Махмұт деген жігіт. Ал. Оны күні 3 комната жайды көрсетіп қойыпты. Аха. Ол 3 комната жай емес, ол 2 комната жай. Ол түрмеден дегеннен кейін кетемін дейді. Сен қалай ол? Мен Қазақстанда жүргенде менің хатым, менің атымнан Хамза төлеп тұрды. Қаяқтан? Маған кадастр беріп қойды. Мына жаққа, мына жерге ме? Өзімнің үйіме. Ана жақтағы үйіме. Ауа, үйіме, кадастр. Мен хатым, менің атымнан істеді сол атымда. Енді ана жаққа мынандай.
Gaптың қысқасы, Al. бұл insanda pasportu жоқ. Al. Дұрыс қой? Dur. Ал енді паспорты жоқ болған insanda атында жай бола ма? Яқшы, жай енді былай тұрсын. Бір мотоцикл бола ма яқшы? Burun Документі жоқ адам. to'xtab tur. so'ng Prezident aytsa 16-yili bo'lgandan keyin hammaga kadastr berdi. O'g'andan esimda kadastrim yo'q. Pasport yo'q, Toshkentda mana Mirzayev bo'lgandan keyin 16 yil jasagan O'zbekning pasportini Mirzayev bo'lgandan keyin berdi, 16 yil jasagan ekan. O pasportni aytib bersin, aylanib ber pasport. Ал енді атында бірдеңе болу үшін дәлелдейтұғын өзінің қайсы республикада, қайсы мемлекетте, қайсы қалада, районда тұратұғын тастиқлаушы паспорты болмаса, оның атында не болады айтшы? Burun еш уақытта еш адамда есет болған жоқ. Мына адамдар милиция келген уақытта бәрі қашатын еді, не дегенде. Ал білемін, енді. Менде Дамабай бар еді. Менде бар еді да. Көп адамдар Сол жоқ. Дамабайды қалай алдың? Паспортың болғаннан кейін алдың ба? Паспорт маған паспорт сұраған жоқ Дамабайғанда. Мен мына жай сатып алдым. Мұсылман паспортта қарайды, сен шотта қай жерде отырса. Содан кейін барып сізге Дамабай береді ғой ажа. Сен өзің кімнің екеніңді, не екеніңді тастиқлаушы бір құжет болмаса, сізге қалай жай береді? Мен соны түсінбей отырмын. Кадастр. Енді мына паспорт алғаннан кейін неге жоқ? Ал енді маған несін айтасың оны? Міне телефонда экранның алдында тұр, айт, ане қосылды. Я орап әкеп берген ғой, қолына орап әкеп. Қашан, қайсы айта? Соны барып сөйлесеміз екеуміз. Қайсы екен қолына Мырзайымды қайғында мен түрімді көруден айтты. Мырзайым ағама плейжердегімен документті орап қолына беріп кеттім деді. Мен саған баяғыда айттым, Мырзайымға дедім, қат келіп тұрыпты. Атыңа жай. Қандай келіп соқат? Соғат та жоқ, еш сат жоқ. Содан кейін мен бардым. Сен тыңдап. Я, мен бармедім. Сен ананың қысымын келгенде айттым. Інім дедім. Я, сол қағазлар, хатты, бір қағаз орап берді дедің ғой. Сол уақытта мен бармедім ауылда. Сен жоғырдың. Енді ажаға маған несін айтып отырсың мұны? Оны айт, әне экранның алдында, міне. Енді содан кейін айттым міне. Содан кейін о инженер деген екен. Көрсетемін. Қалдан жүзге жақын адам бар. Инженері бастығының алдына барған сөзінен тайып кетті де мынайды көрсетті. Ол адамды түрмеде пәлен уақытта келсе Мырзайымның атынан өтіп өтеміз дейді. Мынаның жеріне өтіп кетті дейді. Бұл қалай өтеді? Ол адамнан алдын Мырзайым неде жайы бар еді ғой. 97-тен бері бар. Мырзайым жайы бар еді. Көрдің бе? Енді анадан мына жаққа өтіп кеткен, мына жаққа өтіп кеткен деп тұр да. Енді оны сотқа... Ондай емес, Сұрайда өтіп кеткен емес. Қара, бұл жерге кадастр документі берілу үшін әкіметтен баяғы быты еді. Бытыдың уақытында бұл жерге келіп, әрбір инсаннан, бұқаралардан, сол жерде жасаушы аймақтағы адамдардан паспортларын алып, тізімге алып қойды. Бұның паспорты болмаған екен, бұл бір шетте қалып қойды. Ол кезде зина кемде қайтыс болған еді, алжаспасам. Қайтыс болғаннан кейінгі болған уақия. Қайтыс болды ғой. Онда енді паспорт жоқ қой. Өзі қайсы мемлекеттің, яғни қайсы қаланың, қайсы районның, қайсы облыстың дегендей дәлелдейтін шахс документі болмағанлықтың себебінен мына үйдің жаңағы айтып отқан инсанның үйінің. Оның документі бар, паспортлары несі бар. Ол адам уақытта жоқ қой. Болмаса сол адамның документтер болғаннан кейін мына жердің бәрі соның атына автоматически оформлап етіледі. Түсіндің ба? Енді тыңдап тұр, бұның ізінен қудалайтұғын, қойсаңа сен жоқ уақытта бұл бар еді, сен кеше ғой келгені мына үйді сатып алып, отырмасаң да квартирантқа беріп қойдың ғой деп, жарың жырлап, арын арлайтұғын инсан болмаған. Бұл уақытта мен Қазақстан дедім. Мен болған уақытта... Енді маған несін айтасың оны? Енді сен білуің керек қой. Кеше маған біреу айтып қалды да, Марат атыма өзі өтемін деп жүрді. Қара, бүгін кеше сен жаныңда алып кетеді, ма жеріңен келіп пышақ соғып кетеді десе сен сенесің бе? Ал мен сөйтіп айтты. Марат ұста сен бүгін өлтіріп кетеді десе сенесің бе? Сенің мүмкін? Мына миың пустой сенің. Сол үшін сенесің бұған расын айтайын, кеулеген емес. Қай жерде көрдің менің біреудің мал дүниясына көзімді алартқанын? Біреудің мал дүниясына көзімді алататын болсам... Неше күн уақытың бос. Кадастрға барамыз. Барған түк пайдасы жоқ. Жетім, жесір, ғарип, ғасыр болсын. Адам емес сен. Ал айтқаным, естің. Камераң алдында айттың. Енді қалай? Болды, өледі. Өлгеннен кейін барып көмесең, ой дейсең, бір тышқағылақты соясам, көмеп қайтасам, бұл. Егер бұл үлкен бір атақлы, бір абыройлы,
лауазымлы адам болса егер дүние жүзінің адам келеді. Ол кім келеді ертең? Ya onu Ол енді не дейсің енді маған? Мен содан түсініп отқан жоқсың ба не айтып отқанымды? Ya ne düşünüyorsun? Yani bunu jay kimin atına götürüp gitken? Алланың атында тұрып па. Алланың атында. Алланың атында мына үй. Не только мына үй? Жер жүзі Алланың атында. Ya Allah'ın adında. Yani bunun bu jay salınbasan aldın üyü var edi o bu adam. Со үйі бар еді деп отырсаң, соны тасдиқлаушы бір құжет бар Son ма? vaqtda mana bir үйлердің де tasdiqlash hujjati yo'q edi. Ешқайсында. Жоқ болса енді алды ғой олардың документі бар еді ғой, қолда паспорты бар еді ғой. Сол Мырзаев болғаннан кейін әсен алды. Енді мынанікін ала алмадым ғой мен, неше жыл жуырдым. Сен білмейсің, бәрі мына интернетте тұрды. Мен көп адам қош көрмейді, жаман көреді. Мен прям сөйтіп айтамын міне, келген кесіп асыда. Болғаны біткермейді. 2 жыл жүрдім, 2 жыл. Кадастр, архитектура, жоғары кеңес, хакимият, саумен. 2 жыл. Енді сен де мен ұқсап 2 жыл жуыр. Одан кейін дейсен қолымда. Мен уже дедім, уже болды дедім. Шаршадың ба? Шаршадым. Шаршасам, мен де шаршап кеттім де. Я кетті қаранаған. Ya қарауын қараймын ол арамын. Ya баса, ой жақсы ит алдап жібереді. Болғаны сол. Сені тағы шақырады. Ар жақты. Дұрысын айттың ғой. Енді маған келіп дәкінесек, дәкіметті қаяқта Марат атына өзгертіп алды деп. Мен атына алып деген жоқ па. Мен жаңа айттым ғой сөйтіп. Bir adam айтты, мен айтпай ақ қойдым, сен тағы ұрыстырмай ақ қойдың. Я, маған қызық емес ол. Ya сен айтқан шығарсың, Мырзайым атына өзгертіп бере жақпан деген болуы мүмкін. Олар басқа ой ойлаған болуы мүмкін да. Ажаға, менің артымда ештеңе жоқ. Мына үстімдегі міне, киім менікі. Басқа ештеңе жоқ. Ағаш келдім, жалаңаш кететін адам бар. Бұйырса 15 метр, 12 метр тауар аламын, бұйырса. Ат ағаш бұйырса бұйырады, бұйырмасам онан бөлеміз. 11 десе. Енді маған несін айтасың? Болады. Енді маған өйтіп келіп өкпеңді айтқанша, міне және айтамын, телефон тұртты, жоғары кеңеске бар. Аманбай Орынбаевқа кір, дұрыс па? Одан кейін жалғыз баслы деген қағазды баяғыда айттым. Турла, жылына бір мәртебелік 1 миллион сом ақша беріледі. Сол қағаз турласаң. Пособие жәрдем пұл да береді бұған, екеуінің біреуін. Ya bunun yok o.